Саламатсыздар ма, менің YouTube көрермендерім? Тағы да сіздерменен Назгүл Момбек, астролог. Осы 13 июль және 18 июль аралығында жағымсыз аспекті бар аспан дүниемізде. Ол Марс менен Уранның тік төртбұрыш аспектісі. Астрологиялық тілмен айтқанда, бұл кәдімгі мына өмірімізге жаңалықтар енуі, табан астынан келеді. Немесе өзгерістер кезеңі. Қоғамдық жүйемізде ақша дүниесі, немесе карта, есептесу, ақшамыздың өзгеруі. Осындай бір жаңалықтар келуі мүмкін. Немесе бір мемлекет тарапынан бүкіл әлемдік сценада бір ақша дүниесінің өзгеруі, немесе бір мемлекеттің өзі бір карталарды енгізуі мүмкін. Енді ішінде барлық ақшалар көрініп тұратын. Ешкім ешнәрсе жасыра алмайтын. Бір ғана осындай бір карталар енгізуі мүмкін. Әйтеуір біздің өмірімізге, себебі Уран ғаламшары қазір торпақта материалды ресурс белгісінде тұр. Бұл аспекті өмірімізде мына жер, тектоникалық, немесе су тасқындары, бүкіл әлемдік жер қозғалыстары, немесе электрге қатысты жеке өмірімізде, электр желілермен жұмыс жасағанда абай болыңыздар. Немесе қатты көлік, транспорт жүргізгенде. Себебі Уран ғаламшар бұл табан астынан болатын бір от тұтану секілді. Сондықтан да осындай жүйелер де іске қосылады. Себебі бұл жерде жағымсыздау аспекті болғаннан соң әртүрлі варианттар болуы мүмкін. Ал енді мемлекетті қазіргі саяси сценада бір осы соғыстың өршуі, немесе бір келесі бір сатылары, осындай бір жаңалықтарды естуіміз мүмкін. Әйтеуір бізге бір таңғалдырарлық дүниелер болады. Ал енді жеке өмірімізде қасымыздағы көршіміз болсын, туысымыз болсын, бауырымыз болсын, немесе махаббатымыз, қызымыз, жігітіміз, күйеуіміз болсын, сол адамдармен кикілжің, түсініспеушіліктер кезеңде болу ықтимал. Сондықтан да бір-бірімізбенен бағалы деген қарым-қатынастарды, өзімізге бағасы бар құнды деген қарым-қатынастар, табан астынан келетін өзгерістер кезеңінде сақтауға тырысайық. Сол үшін де астролог ретінде сіздерге ескерту жасап отырмын. Бұл 13-нен бастап, 12-сі түннен бастап әсер ету аймағы, сонда 12, 13, 14, 15, 18-не дейін. Ең шарықтау нүктесі бұл 15-ші шілде күні болып табылады. Осы аспекті тарап кеткенге дейін. Себебі Марс бұл агрессия ғаламшары болып табылады. Қанша дегенмен торпақ белгісінде ең жайлы белгіде тұрғанмен. Біздің қаржымызға, ресурсымызға, махаббатымызға, қарым-қатынасымызға нұқсан келу. Немесе өзіміздің комфортты сезінуімізге. Ал Уран бұл табан асты келетін өзгеріс. Табан асты келіп, бірден жоққа жіберу, жой жіберу, астан кестен келтіру. Ал бұл кейде жеке адамдардың астрологиялық картасында натальды. Егер де қосымша тағы да аспектілер бар болса, бұл кейде себебі ажырасу аспектісін де білдіреді. 7 жылда циклді түрде айналып келіп отырады. Егер дәл сол кезеңде резонанс болса, сіздің бір туылған кезеңіңізде, картаңызда ғаламшарларменен бір аспекті құрса, осы Уран, бұл міндетті түрде циклді түрде айналып келіп отырады. 7 жылда, 14 жылда, 21 жылда, 28 жылда. Егер мысалы 7 жыл бұрын ажырассаңыз, енді 7 жылдан кейін тағы да соған ұқсас бір оқиға болуы мүмкін. Дәл сондай тақырыпта бір келіспеушіліктер болуы мүмкін. Дүние мүлік бөлісу, ажырасу аспектілер мүмкін, немесе алыстаулар, келеңсіз жағдайлар, немесе бір-бірімізді кінәлаулар, күмәнмен қараулар, аузымыздан шығып кеткен сөзіміз үшін жауап берулер, соның бағасы ауыр, құнды болуы мүмкін, әр шыққан аузымыздағы сөзіміздің. Соншалықты үлкен мағынаға ие болып кетуі мүмкін. Уран ғаламшар осылай әсер етеді. Және дәл осы уақытта егер бір-біріңізден айырылулар болып қалса, мысалы, қанша жыл сыйласқан досыңызбен, немесе туған туысыңызбен, қасыңыздағы жүрегіңізбен жақсы көретін жаныңызбен, одан соң бұл аспекті келгеннен соң ол ешқашан орнына келмейді. Өйткені бұл Уранның қасиеті сондай. Келеді, жақ жібереді. Одан соң ертең қайтадан орнына келеді ғой, қайта татуласамыз ғой, немесе бір келсеміз ғой деген, ол ешқашандан кейін орнына келмейді. Бұл сондай аспекті. Сондықтан да ескертіп жатырмын.
уран бұл бізді жаңаға қарай сүйреуші ғаламшар негізі. Уран деген бұл жаманшылық әкелетін ғаламшар емес, бұл бізді алға қарай сүйреу. Тұрып қалған секілді суымызды мөлдірлету, өмірімізге жаңалық енгізу, өміріміздің жаңа парақтарын ашу. Себебі әр ғаламшардың өзінің жақсы да, нашар да тұстары бар. Қай жаққа қолдану өз қолымызда. Ал бірақ уран дегер біздің аспекті құрып, туған кезеңде картамызбен бір аспекті құрса, ол міндетті түрде өзінің орнын жаңа қалдырады. Міндетті түрде ізін қалдырады. Және ол аспекті циклді түрде айналып келіп отырады. Мысалы, 7 жылдан кейін үйленсеңіз, тағы бір 7 жыл болмаса да, одан кейін 14 жылдан кейін ажырасуыңыз мүмкін. Немесе соған ұқсас бір жаңағы үлкен церемония болса, немесе үйлену, немесе бір өміріңізде бала толу процесі болса, енді бір 7 жылдан кейін келесі балаңыз туылуы мүмкін, немесе бір немереңіз туылуы мүмкін. Егер дәл сол кезеңде кәсіп ашсаңыз, енді сол кәсібіңіз жабылуы мүмкін, екінші кәсіп ашылуы мүмкін. Бірақ осы тақырыптар негізінде болады. Неге? Себебі сіздің астрологиялық картаңызда сізге әсер етуші аспекті дәл сол жаңағы өзінің нүктесіне келіп отырады циклді түрде. Уран картаңызды айналып келіп, тура сол нүктеге келгенде тағы бір резонанс, одан кейін 7 жылдан келгеннен кейін тағы бір резонанс, бірақ бәрі бір-біріне ұқсайды. Бір тақырыптар негізінде. Бұл уран қазір таңда торпақ белгісінде, ең жер белгісінде тұр. Әсіресе торпақтар астрологиялық карталарыңызды егер білетін болсаңыздар, егер білмейтін болсаңыздар, осы YouTube-тың профилінде менің WhatsApp номерім жазып қойылған, сонда заказ берсеңіздер болады. Туылған кезеңдегі өмірлік карталарыңызда ашып, көріп, жұлдыз жорамал жасау үшін. Қазір торпақтар белгісінде тұр, әрине сөзімнен ауытқып кетіп жатырмын. Осы уран ғаламшары. Торпақтар, егер асцендентіңіз торпақта бар болса, күніңіз торпақта бар болса, сіздерде қазір алға қарай жылжу аспектісі жүруде. Себебі сіздерде тұр 2026 жылға дейін. Уран, тағы да айтамын, бұл тек қана жаманшылық әкелуші ғаламшар емес. Бұл бізді алдыға қарай сүйреу үшін, өмірімізді өзгерту үшін келетін ғаламшар. Азып тозған қарым-қатынасымызды, немесе өзіміздің көңіліміз көншітпейтін жұмысымызды, кәсібімізді, түр тұлғамызды, тіпті бет әлпетімізді, соны өзгерту үшін келеді өмірімізді. Сол кезеңде өте қиын болады, егерде нашар жағынан келген болса бізге. Бірақ уақыт өте, жылдар өте, артыңызға қарайтын болсаңыз, жүрген жолыңызға, осы өзгеріс сізге құрдан құр келмегені, сол қиыншылықтың артынан сіз өзге адамға айналғаныңызды түсінетін боласыз. Неге уран осылай әсер етеді? Әсіресе қазір торпақтар белгісінде күніңіз болса, және туылған кезеңіңіздегі ғаламшарлардың орналасуына қарай асцендентіңіз болса. Асцендент дегеніміз бұл, егер сіз тіпті тоқты белгі болсаңыз да, немесе егіздер белгісі болсаңыз да, бірақ асцендентіңіз торпақта болса, сіз туылған кезеңде ғаламшарлардың тұруы торпақта болса, күніңіз басқа белгіде болған, немесе күніңіз торпақта болса, немесе маңызды ғаламшарларыңыз торпақта бар болса, сіздерге аспекті құрылады осы. Себебі сіздердің белгілеріңізде тұр уран ғаламшар 2026 жылға дейін. Ал бірақ тура қай салаларыңызда оны анықтау керек. Қызметіңізде ме, жеке өміріңіз, махаббатыңызда ме, әлде балаларыңыздың немесе шығармашылық салаңызда тұр ма, әлде денсаулығыңыздың саласында тұр ма. Ал енді осы уран ғаламшарының негізгі иесі ол кім? Сұлқұйғыш белгісі. Сұлқұйғыш белгісінің желеп шегуші ғаламшары уран болып табылады. Ал дәл осы уран қазір торпақта тұр. Сонда бұл жерде кімдер іске қосылады деген сөз? Торпақ, сұлқұйғыш және Марс. Агрессия, азанғы ұйқыдан тұрып, түнгі жатқанға дейінгі барлық әрбір істеген ісімізге жауап беретін Марсымыз біздің қазір торпақта тұр. Және Марс ғаламшарының иесі тоқты мен саршаян бәрі іске қосылады. Ал енді жалпы айтып өтетін болсам, сонда тоқты, саршаян
торпақ су құйғыш ең негізгі ойыншылар бізге қосылады. Міне осы адамдардың өмірлерінде асценденттеріңіз болса, немесе күн қаламшыларыңыз бар болса, әлде айларыңыз осы белгілерде бар болса, сіздердің өмірлеріңізде уран қаламшары қазір ең бір негізгі аспектілерді құруда 7 жылға дейін. Ал қазір дәл бүгінгі осы 12-сі, 13-ші, 18-не дейін тура Марспенен қосылады. Сонда барлық күш қайратыңыз, агрессияңыз, ашуыңыз, ақша табуыңыз, немесе бір құжаттарға жүгіруіңіз, махаббат үшін күресуіңіз, денсаулығыңыз үшін күресуіңіз, барлығы осы салаларда болады. Өз өмірлеріңізге үңіліп қараңыздар. Қайсыңыздың өміріңізде қазір бір жаңа үйленулерге ниет қылдыңыздар, немесе өмірлеріңізде бір ажырасу аспектісі жүріп жатыр осы 2018 жылдан бері. Себебі 2018-де басталды, енді 2026-да торпақтар сіздерден келесі белгіге өтеді. Сонан соң сіздерді босатады осы уран қаламшар. 2018-ден бері тұр. Жеке кәсіптеріңізді, көзқарасыңызды, махаббатыңызды, семьяңызды, барлық салаларыңызда болуы мүмкін бұл. Сол жерді жаңадан туралау, күлін көкке шығарып, жоқ қылып, өртеп, сізді жаңа алға қарай сүйреу. Және тағы да екінші беті бұл қаржы немесе технологиялар өмірімізге қазіргі оралып жатқан. Мемлекет тарапынан, немесе жеке адамдар тарапынан, немесе бүкіл дүниежүзілік жаңа ақша құрылымдары, жаңа бір карточкалар, немесе мемлекеттік бақылау, салық комитеттерінен біздің әр тиынымыз үшін бақылау, кәдімгідей ашық көрініп тұратын. Кімнің кошелегінде қанша бар екен, кімге не түсіп жатқан. Тек қана сол мен транзакция жасай аламыз, тек қана соны қолдана аламыз мемлекетіміздің тарапында. Сонда ешкім бір тиынды еш жаққа жібере алмайды да, көрсетпей. Осындай да бір жаңа технологиялар, жаңа ақша жүйелері өмірімізге енуі бек мүмкін. Уран ғаламшарының иесі су құйғыш ең бір революционер белгі. Адамдардың теңдігін қалайтын, қоғам үшін күресетін, әділдік үшін, теңдік үшін. Бұл әрине жақсы, бірақ мұның да екінші тұсы бар. Ол біздің әлемдік немесе мемлекеттік немесе туысқандық матрицадан жеке адамдардың көзқарасынан шыға алмай қалуы. Себебі әрқашанда таяқтың екі жағы бар. Бұл көпшіліктен, егер сенің сөзің көпшіліктің тақырыбынан ауып кетсе, тек сенің өзіңнің жеке басыңа ғана тиісті болса, онда сен матрицада емессің дейді. Онда сен бөлек адамсың, немесе сен бізге бөтен адамсың. Бұл нені қалыптастырады? Бұл жеке адамның былайша айтқанда үнін өшіру деген сөз. Тек біргеміз, бәрімізде ортақ бір сана болады. Егер сенің жеке өзіңнің көзқарасың бар адам болсаң, онда сен бөтенсің. Сен бағынасың бізге, және бәрімізде бірақ ұран болады, бірақ сөз болады деген. Үнемі таяқтың екі жағы. Ал бұл әрбір жеке рух болып келген осы өмірге адам үшін бұл өліммен тең. Бұл әрине өз пікірі жоқ адамдарға өте тиімді. Және біздің мынау қазіргі авторитарлық жүйе, бүкіл әлемдік. Бұл да адамдардың топтасуына қарсы негіз. Ал негізінде жеке адамдардың бірігуі, коллектив, немесе ұйымдар, топтар, халық, мұның барлығы әрине жақсы. Бірақ адамдардың жеке ойы, жеке бір дана ретінде көзқарасы жойылып кетеді. Сойғыш белгісінің уран қаламшары қазір торпақта. Бұл қазіргі таңда бізде не деген сөз бұл? Барлығымыздың ойымыз
ақша, қаржы табу, капитал, ресурс жинау, денсаулық, былайша айтқанда қапшығымызды астымызға қойып алып ешкімге бермеу. Барлығымыздың қазіргі ойымыз осы. Бар жинаған ресурсымызды, абыройымызды, соның қауіпсіздігі ең басты мақсатымыз. Себебі Уран да, Марс та қазіргі таңда торпақ белгісінде тұр. Енді осы Уран ғаламшар бізге не дейді? Бұрынғы жүріп көрмеген жолдармен жүр дейді. Істеп көрмеген істерді істе дейді. Міне осы Марспенен аспекті құрғанда. Міндетті түрде өміріңе бір жаңалық енгіз дейді. Егер өз еркіңмен енгізбесең, денсаулығыңды алам дейді, қарызға батырам дейді, немесе жеке өміріңде ұрыс керіс сондай пайда болдырам дейді. Міне, бұлайша кәдімгі қазақ тілімен айтқанда. Міндетті түрде өміріңізге келген жаңалықтарды қабылдаңыз. Жаңа технологиялар мен интернет заманы қазір. Күндегі қызметіңізге соны қосыңыз дейді. Бұрынғы мамандықтардың бәрі іске жарамайды дейді. Жаңа ақша жүйелері қалыптасады, жаңа ойлау қабілеті адамдардың қалыптасу керек. Себебі біздің өмірімізге еніп қойды бұл. Трансформация ғаламшары Плутон осы 2024 жылдың 21 қаңтарынан бастап біздің өмірімізге енді. Енді бұрынғы жүйелер, бұрынғы мемлекеттік, саяси дүниелер, немесе кәдімгі өзіміздің қалыптасып қалған күнделікті өміріміз осынан барлығы өзгеру керек, күл талқаны шығу керек. Біз соған жайлап келе жатырмыз. Бүкіл дүние жүзі болып және елдер.